Руслан Берденов ағамызды Шымкент қаласының зам акимі акиматтан жұмыстан шығып келе жатқан кезде прям акиматтың алдында 3 рет оқ атқан. Бұл жерде бірінші сұрақ мотив преступления, көбісі жазады. То, что әйеліне домогался, басқа ет, ол өтірік әңгіме, жалған ақпаратқа сенбеңіздер, желіде тарап жатқан. Себебі полиция департаментінде жаңағы оқ атқан кісінің әйелін допрос жасаған, сол допроста ол айтқан, то, что мен ол кісіні танымаймын, знать-то не знаю деген секілді. Ол так что домогательство деген факт бұл жерде отпадает. Енді Руслан Берденов ағамыз казинолар мен лото бар, олимп бар, сол секілді халықты лудоманияға алып келетін ойын-сауық орталықтарын барлығын тоқтатқан. Тендерлер бар, стройка бар, басқасы бар, барлығына адал заңды жұмыс жасағаннан кейін возможно біреуге мешать етті, сонымен жаңағыдай әрекеттер жасалған. Енді бұл жерде дальше полиция департаменті пресс-служба айта кету керек, оқиға қалай болғанын. Енді бір ғана сұрақ туындап тұр. Руслан Берденов прям акиматтың алдынан шығып келе жатқан кезде сайгамен кеп ату, ол қалай спокойно сайга өзімен алып жүр? Бірінші вопрос. Екінші вопрос, атқан кезде водителі якобы машинасында отырған, күтіп, и оқтың дауысын естіген, 2-3 оқ атқан кезде Руслан Берденов ағамыз құлаған кезде возможно бар басынан да атуы мүмкін беді. И сол уақытта водителі барғанда атқан адамды машинасымен көлігімен барып қаққан. Енді полиция департаментіне сұрақ, қалай адам спокойно қару алып көшеде жүр? Негізі бізде дұрыс емес жұмыс жасалынады. Ең бірінші қылмысты ашу емес, қылмысты болдырмау, қылмыстың алдын алу. Сонымен жұмыс жасау керек. Руслан ағамыз қазір ауыр күйде жатыр. Алла шипасын берсін, сауығып кетсін, аман қалсын. Бірақ жаңағы атқан адам өте ауыр жаңағы жазаны алады. Покушение на убийство 99-ші бап бар, сол жерде через 24 еді, сонымен қылмыс іс қозғалады. И кәдімгі кісі өлімі бабында адам қайтыс болған кездегідей дәл солай сараланады. Кез келген оқ атылған кезде адамның қолына тисе де, аяғына тисе де, қай жеріне тисе де адамға қарай оқ атылатын болса, ол покушение на убийство болып есептеледі. Күдікті азаматқа ең қатаң шара қолдану керек. Неге? Себебі показательный қылып көрсету керек. Халық білмейді. Просто возможно қорқытқым келді дейді, аяғынан атқым келді дейді. Ол жоқ. Адам покушение на убийство болып кетеді. Шымкент қаласы полиция департаменті және Министерство внутренних дел ішкі істер министрлігі басшыларына айтарым, жұмысты жасау керек, қылмысты болдырмау және қылмыстың алдын алу, солай профилактика жасау керек. Қылмыс болып қойған қылмыстан кейін адамды қамап тастау, ол кез келген адамның қолынан келеді. Дәл сондай қылмыстың алдын алмай, соны болдырып қойған үшін полиция департаментінің басшылары бар, замдары бар, барлығын босату керек. Шымкент қаласының жұмыс жасайтын адамдарды орындарына қою керек. Көшеде тапа-тал түсте целый зам акимді акиматтың алдында атқаннан кейін басқа қаланың сыртында не болып жатқанын біз айта алмаймыз. Сау саламат болыңыздар. Руслан ағамыз жазылып кетсін. Алла тағала жанын аман алып қалсын. Өкінішке орай бізде қазақта бір батыр туса, оның қабатын екі ит қоса туылады дейді. Сол секілді ауыр күйде жатқан Руслан ағамызды біреудің әйеліне тиісіп несі бар или домогался деп, ондай ғайбаттан аулақ болыңыздар, сау саламат болыңыздар. Толық ақпаратты білмей өзге адамды ғайбаттамаңыздар.